Сәлем достар, бүгінгі демалыста әдеттегі жасап жүрген палаудан өзгеше қылып Ташкент палауын жасап көрдік. Өте дәмді әрі ерекше тағам болып шықты. Достар, сіздер видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп қойыңыздар. Алдымен сол отымызды тұтатып, майымызды қыздырып аламыз. Арасында палауымызға керекті пияз бен сәбізімізді турап аламыз. Достар, менеки керекті қоспаларымызды дайындап алдық. Қызған майға алдымен құйрықты салып қызартып қуырып аламыз. Одан кейін етті салып жақсылап қуырып аламыз. Үстінен пияз салып қызарғанша қуырамыз. Одан кейін сәбізді жіберіп, үстіне нут пен мейізді саламыз. Дәміне қарай тұз, күріштің дәмдеуі үшін және зира қосып, жақсылап бір араластырып қоямыз. Сәбізіміз жұмсарғасын үстін жауып тұратындай су құйып, 40-50 минут жай отта бұқтырып қоямыз. Етіміз пісіп қалған кезде күрішті үстіне салып, дәмдеуіштерді тағы бір қайталап жібереміз. Ортасына бүтін сарымсақты салып қоямыз. Су тартылған соң әр жерінен шұңқыр жасап, буымен пісуі үшін бетін табақпен, одан кейін қазанның қақпағын жауып тастаймыз. 15 минут өткен соң күрішті бір аударып, тағы да 15 минутқа қойып қоямыз. Достар, Ташкент палауымыз дайын болды. 100% Ташкенттегідей болмаса да, өте дәмді болып, барынша ұқсап пісіпті. Ал, дәмін көрейік, достар. Ас болсын. Bismillah.